Assalamu alaikum, urmatуу KG Press kanalının көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Оштогу Жапалак унаа базарына келдик. Биринчи эле мына ушул Жапалак унаа базарынын жанындагы жол жээгинде турган унаалардын баалары менен таанышабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Биринчи эле көрсөтө турган унаа бул Mercedes-Benz Поддержка старушка 86 жылы чыгарылган, 2 объем 60 000 сом дейт, механика. Бул жол жээгиндеги унаалардын көпчүлүгү варианты бар. Обменге боло турган унаалар. Эсине чалып байланышып карап көрсөңүздөр болот. Ичини көрүп берейинчи мен. Механика. Анан дагы бир, бул жерде бир Lada турат. Lada 99 деп коёбу эле. 2114 дейт. 2004 жылы чыгарылган, 1.5 объем, 6-7 литр расход. Телефон номерлери жазып койсоңуздар болот. Сизден бака? Бул кимден экен? Бул четырнашканын баасы 60 000 сом дейт. Российский номер, жол жээгинде бардыгы чөнтөккө жараша, чөнтөккө ыңгайлуу болгон унаалар. Анда бул жерде дагы бир Opel турат. Бул Opel'дин баасы канча экен, баасыны дагы сурап берем азыр. Opel Vectra 90-жылы чыгарылган, 1.8 объем, телефон номерлерине чалсаңыздар болот. Баасы канча экен мунун? 60 000 сом. Бул дагы 60 000 сом экен. Бирок сырты, кузов состояние идеальный экен, а? Кузов таза экен бирок. 90-жылы чыгарылып туруп, кузов таза бирок. Чириген жерлери жок экен. Анда дагы мен түз жүрөм дагы бул жактагы дагы унаалардын баасыны билип берем. Мына бул Мерстин жанында турган бул жерде дагы бир Matiz 2 турат. Бул Matiz 2'nin баасы канча экен? Matiz 2005 жылы чыгарылган, 08 объем, телефон номерлерди жазып алыңыздар. Автомат коробка экен. Корейский. Кимден экен бул? Баасы канча деди? Matiz'дин ээси жок болуп атат. Бул Тикого дагы баа болуп атат экен. Канча берип атат? 40 беришти. 40 000 сом беришти, а? Жылыны көрүп коеюнчу муну. Тикого 40 000 сом берип атат экен. Тико 96 жылы чыгарылыптыр. 08 объем, механика экен. Телефон номерин көрсөтпөй эле коем. 40 000 сомго баалашты. 40 000 сомго баа болуп атат. Анда дагы бир бул жерде 07 турат. Бул 07'nin 1.5 объем, механика 60 000 сом дейт. Телефон номерлерин жазып алыңыздар. Акыры 62. Жылы жазылбаптыр. Анда дагы түз жүрөм. Бул жакта дагы бир унааны тартып берип койчу деди эле. Кайсы машина? Тикобу? Мына бул жерде бир дагы бир көк түстөгү Тико турат. 97 жылы чыгарылган, срочно дейт. 97 жылы чыгарылыптыр. Телефон номерлерди жазып алыңыздар. Бул Тико. Баасы 50 000 сом, срочно дейт. Состояниясы кандай экен? Такси кылган эмессизби? Такси кылынган эмес дейт. Аркаларына. Срочно дейт. Бурчуну дагы көрсөтүп атат. Ээси реально экен бирок, молодец. Удар жеген жерини дагы көрсөттү. 50 000 сом срочно. Эсине чалып байланышыңыздар. Анда дагы бул жерде бир кызыл Тико турат. Буга баа болуп атабы, а? Же сатылдыбы? Сатылабы? Кагазыңыз каякта экен? Ичини көрсөтүп коеюнчу бир. Кагаз жок. Жылы кайсы? 97. 97. Баасы канча? 60 деп атам. 60 000 сом. Телефон номериңизди айтсаңыз? 0557 менен 57 менен 37 91 37 91 61 телефон номерине чалып, кызыл Тиконун ээси менен байланышсаңыздар болот. Бул Тико дагы дың экен бирок. Автомат коробка, а?
Автомат коробка дейт. Мынау Нива кимден екен бұл? Сатылауы? Сатылбайды екен, бір өте дың Нива тұрады екен, тартып берейін дедім әле. Бұл жерде дағы бір қара түстегі Vectra тұрады. Мұның дағы бағасыны біліп берейін. Opel Vectra 91 жылы шығарылған, объемы 2, расход 8-9 литрден, срочно продаю. 775 менен 040061, 755 менен 040061 телефон номерлеріне çalсаңыздар болады. Бағасы қанша екен әкелер? Сіздерден емес пе? Есі жоқ болады, бірақ бұлдағы сыртқа балы жақшы. Мұндағы бағасыны бір ориентир алсаңыздар болады. Мұна ол жерде дағы бір қара түстегі Mazda 6 тұрады. Бұл Mazda 6-ті дағы мен тартып беріп қойайын. Қара түстегі Mazda 6. Шығарылған жылы 2003 жылы шығарылған, механика правый руль екен. 170 мың сом дейді. Телефон номерлеріне чалып байланышыңыздар. Правый руль механика. Бұл көніші қандай екен, спортивный уна Mazda 6. Өті бітке жақшы істептір, титан дискаларды қойып қойыптыр. 170 мың сом дейді. Бұл Матиздағы сатылау? Сатылбай ба? Дағы бір уна тұрады, серебристый түсті. Toyota Yaris, бұл? Yaris. Левый руль механика дейді, 2000 жылы шығарылған, объемы 1. Телефон номерлеріне чалып байланышсаңыздар болады. Расход 5 литр екен. Болушы 160 мың сом. 160 мың сомға дейді. Дағы бір сары түстегі Matiz 2-ні тарт, Matiz 1 екен бұл. Matiz 1-ді тартып берейін. 1998 жылы шығарылған Matiz 1, левый руль механика. Телефон номерлеріне çalыңыздар. 85 мың сом дейді. Бұл Matiz 1-дің бағасы 85 мың сом. Арт жағынан дағы овалыны көріп қойыңыздар. Matiz 1 85 мың. Анда дағы бір Lanos көк түсті. Өті сыртқы кузовтағы жақшы. Қарап сатып алсаңыздар болады екен. Азыр мен бағасыны дағы сұрап білем. Обмендағы бар екен. 96 жылы шығарылған 1.5 объем. Телефон номерлеріне жазыңыздар. Сыртқы кузов таза. Işenişti öyle una екен. Aka болушу қанша мұның бағасы? 100 мың сомдан кем айтып бересіз? 100 мың сом дейді, кішіне қойып берем дейді. Жақсылап подход қылсаңыздар, жақсы еле сіздерді разы қылып қойып бергідей. Дағы бір ақ түстегі 07 семерканы дағы көріп қойыңыздар. Есінің телефон номерлерini жазыңыздар. Азыр бағасын сұрап берем, шығарылған жылыны сұрап берем. Сыртқа балындағы бір қатар көріп олайлы. Сыртқа балыдағы таза екен бірақ. Бұның шығарылған жылыны сұрайынша. Салам алейкум. Қанша деп отасыз ака? 40. Наққа 40 мың сом, кәм болу кішіне? Болушы наққа 40 мың сом. Шығарылған жылы қайсы? 90. 90 жылы шығарылған 07. Болушы наққа 40 мың сом дейді. Телефон номерін жазып алыңыздар бірақ. Сыртқа балы жақшы екен. Анда дағы бір 07 тұрады бұл жерде. Көк түсті жашыл екен. Бұның дағы бағасını сұрап берейін. 70 мың сом. Çöntök'e жараша баға. 2001 жылы шығарылған. 50 мың сомға дағы бері берем дейді. Өте жақшы бағаны айтты. 50 мың сомға бері берем дейді.
Soruşkan 190. Дағы bir 190'ды тартып берейін. Мерс ақ түсті. 86 жылы шығарылып тұр. 2 объем дизель дейді. Телефон номерлері жазыңыздар. Левый руль механика. 190'ның дағы сыртқа балы жақсы екен. Мұның бағасының қанша бағасының қанша деп атты? Сенасы. Қанша деп? 150 кәмі бар дейді. 150 мың сом кәмі бар дейді. Мерс 190. Дағы бері ақ түстегі 07'ні тартып берейін. Бұл 07 2005 жылы шығарылып тұр. Телефон номерлерін жазыңыздар. Бағасыны 90 мың сом дейді. Ұналар арзандады. Шашылып сатып алыңыздар. Сыртқа балы дағы жақсы екен. Мынау жерде дағы бір қара түстегі сешка тұрады. Мұның дағы сыртқа балы жақсы еле. Титан дискалар қойылып тұр. Азыр мен есінен бағасындағы сұрап берем. 96 жылы шығарылған 2 объем плита мотор дейді. Механика, телефон номерлері жазып алыңыздар. 96 жылы шығарылған сешка. Бағасыны сұрайыншы. Салам алейкум. Қанша деп отасыз ака? 180 бар. 180 мың сом. Кәм бару? Бар. Кәмі бар дейді. 180 мың кәмі бар. Обменші? Обмен бар. Обмен бар. Қандай машиналарға? Желательно қымбатырақ ұнады. Желательно қымбатырақ. Доплата қыласыз? Доплата қылам дейді. Ұнаңыздар болса сұныштап көрсеңіздер болады екен. Анда дағы бір Opel Vectra тартып берейін. 91 жылы шығарылған. 2 объем. Механика, левый руль, телефон номерлері жазып алыңыздар. Ол үшін қаншаға өтесіз аға? 60 мың сомға. Нақ болса 60 мың сомға беререм дейді. Бол үшін 60 мың сомға берер еткен. Анда дағы бір ақ түстегі бір Nexia'ны тартып берейін. Бұл Nexia 1.5 объем, 6-7 литр расход. Телефон номерлеріне жазып алыңыздар. Жылы жазылып аптыр, азыр жылыны дағы сұрап берем. Ақ түстегі Nexia. Салам алейкум. 96. Алейкум. Жылы 96. Бағасы қаншаға? 70 мың. 70 мың сом. Кәм бар кішіне? Кәмі бар 60 көріңіз. 60-ға бересіздер. Обменші? Обмен дағы бар. Обмен дағы бар. Любой машина болары? Любой olur. Любой машинаңыздар болса, сұныштап көрсеңіздер болады екен. Обмен дағы бар екен, бағасын ұқтыңыздар. Андықтан шашылып, чалып, байланысыңыздар. Анда дағы бір шоқа тартып берейін. 06 87 жылы шығарылып тұр. 1.3 объем, 7-8 литр расход, механика, телефон номерлері жазып алыңыздар. Бағасы 50 мың сом. Бағасыны 50 мың сом дейді. Варианты бар ба екен мұның? Любой машина. Сұныштап берсе болады, а? Любой ұнаңыздар болса дағы мұна ұшыл шоқаға сұныштап обменге келістеңіздер болады екен. Анда мұның жанында дағы бір бұл жигулі тұрады. Бұл дағы 06. Шоқа бұл дағы сыртқа балы жақшы. Азыр шығарылған жылыны, телефон номерлеріні, бағасыны сұрап берем. Қанша деп атты олды екен мұны? Ассаламу алейкум. Қандай істер әкелер? Қанша деп атастар бағасын? 70 деп отауыз. 70 мың сом. Балы жақшы екен біреу ға? Жақсы. Қандай шарда ле жүрген машина? Шардада жүрген. Шарда жүрген. Жылы? 97. 97 жылы шығарылған. Коробка 5 тәлік. Жақшы алды. Коробка 5 тәлігі ол жақшы. Бол ұшы қаншаға өререстер екен? Ол 65-ке деді. 65-ке, а? Телефон номеріңізді айтыңызшы? 0777 менен 47 47 33 62. 33-62 телефон номерлеріне чалып 06-нын есіменен байланыша аласыздар. Бұл Тиконы қанша деп отасыз ака? Болушы 45 мың сом. Қағаз жазылған бы? Жылы телефон номер бар, а? Болушы 45 мың сом дейді бұл ақ Тиконы. Барып мен жылыны, телефон номерлерін көрсетіп берейін.
96 жылы чыгарылыптыр. 08 объем 779 менен 25 35 86. Мына ушул телефон номерлерге чалып байланышып, Тикон ээси менен байланышып, баалашып сатып алсаңыздар болот. Бул жерде дагы бир ак түстөгү Lanos турат экен. Состояниясы жакшы, абалы жакшы. Азыр баасы канча мунун ака? 90 ming. 90 миң сом дейт. Баасы 90 миң сом. Азыр мен кагазын көрүп берейинчи. 96 жылы чыгарылыптыр. 15 объем, телефон номерлери 779 менен 25 35 85. Баасыны дагы уктуңуздар, туугандар. Урматтуу мекендештер, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу кыргызстандыктар. Анда бул чыгарылышты сиздер жол жээгиндеги унаалар менен тааныштыңыздар. Кийинки чыгарылыштарга чейин аман туруңуздар. Жаңы кирип келген биздин орозо айы баарыбызга берекени, тынччылык, аманчылыкты ойлогон ой максаттарыбыз ишке ашсын. Бардыгыбыз Аллахтын жолунда жүрөйлү, түз жүрөйлү. Мусулман бир туугандар бири-бирибизге жамандык кылбай, жаман сөздөрдү айтпай, мына ушул орозону жакшы сабырдуулук менен орозо айыны Аллахтын жолуна арнап өткөрүп коелу деп тилектеш болуп кетели. Анда биз менен бирге болуңуздар.